Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Биыл біз ел тәуелсіздігінің 27 жылдығын, ал мемлекетіміздің жүрегі болған Айбындыда асқақ Астананың 20 жылдығын атап өтпекпіз. Осы уақыт аралығында еліміз еңсесін тіктеп, дамыған мемлекеттердің қатарына қосылу үшін қыруар істер атқарды. Елі мен жерін шексіз сүйген жандар Қазақстанның дамуына өлшеусіз үлес қосты. Олардың арасында бәрімізге үлгі боларлық жастарда жетерлік. Олар Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасының аясында жүйріктер қатарында. Біз бүгінгі хабарымызда әдеттегідей арманы асқақ, мақсаты мығым жастарымыз жайлы сюжеттен бастағанды жөн көріп отырмыз. Ендеше назарымыз экранда болсын. Дәл қазір бұл жерде дәрігерлер жүрек ақауымен өмірге келген бөбектің өмірі үшін ажалмен арпалысуда. Қайрат бүгінгі күнге дейін сондай мыңдаған баланың өмірге қайта оралуына өлшеусіз үлес қосқан дәрігер. Ол әрбір отаға асқан жауапкершілікпен дайындалады. Себебі сәбилердің жүрек аурулары бір-біріне ұқсағанымен, оларға қолданылатын хирургиялық амал тәсілдер мүлде қайталанбайды. Мен ойлаймын, ол еңбекті сүюдің арқасында, күнделікті тәжірибеміз, жұмысымыздың арқасында, еңбегіңді сүйсең, өзің беріліп істесең, азынан кешке таңертең жұмысқа асығып келсең, істегің кеп тұрса, одан артық бақыт жоқ өмірде. Сәбидің жұдырықтай жүрегіне ота жасау оңай емес, оған жылдар бойы жиналған тәжірибе мен шеберлік қажет. Өз өмірінің 25 жылын осы салаға арнаған дәрігер ота жасардың алдында еріксіз толқисын. Отадан кейін жазылып, жүзі бал-бұл жанған балалардың қуанышты бейнесін көру маған бұйырған бағалы бақыт дейді. Әр науқас өз алдына бір ерекше. Екі бірдей науқас болмайды. Диагнозы ұқсас болғанмен әрқайсының ақаулары да, аурулары да, ауру тарихы да, өмір тарихы да әртүрлі ғой. Сол себепті екі бірдей ауру болмайды, әрқайсына жеке-жеке дайындалуымыз керек. Жеке-жеке коллектив соны талқылап, дұрыс шешім қабылдауымыз керек. Өйткені біз қателесуге хақымыз жоқ. Сол себепті әрине әр операцияға кірердің алдында қобалжу болады. Қобалжуыңды жеңесің, егер сен дұрыс талқылап, бәрін дұрыс жасайтынын біліп отырсаң, жоспарың болса алға қойған. Қайрат Азат Тасболатов, Ермек Нұғманов, Асқар Рысбеков, Әділжан Хамзин қуат абзалсында мықты мамандардан білім алған. Бүгінде 2000 анасы сәбидің өмірін құтқарған Қайрат Қуатбеков өзі де бірнеше кардиохирургия саласының мықты мамандарын тәрбиелеп, олардың шеберліктерін шыңдап келеді. Гүлзат ханым, қош келдіңіз. Жаңа ғана сюжеттен көріп отырсыз. Қайрат Қуатбеков деген біздің бауырымыз, мына 100 жаңа есімнің қатарындағы санаулы дәрігерлердің бірі. Білікті кардиохирург, мынау қазақтың бүлдіршіндеріне, олардың жүректеріне ота жасап жүрген білікті азаматтардың бірі. Не дейсіз? Керемет. Біз әрдайымда бұл біріншіден өте ұтымды жоба деп есептеймін. 100 жаңа есім деген, өйткені шын мәнінде бұл біз ортамызда, өзіміздің айналамызда жүрген жақсы жандарды көре білуге, оларды жақынырақ тани білуге үлкен мүмкіндік береді деп есептеймін халыққа. Құрметті көрермен, жаһандық әлемдегі заманауи қазақстандық мәдениет жайлы сұхбатымызға белгілі киносыншы Гүлзат Көбекованы арнайы студиямызға шақырып отырмыз. Гүлзат ханым, тағы да қош келдіңіз. Жалпы жаһандық мәдениеттің ең алып бөлігі бүгінгі күнде бұл кино өнері. Енді бір сөзбен айтқан кезде, мына жаһандық мәдениетте қазақтың кино өнерінің алар орны қандай? Біз мәдени қарым-қатынастың жаңа деңгейіне көтеріліп жатырмыз. Бұл өте үлкен сын сағаты деп есептеймін. Неге? Өйткені біз қазір барлық мемлекеттер осы планетадағы жер жаһандағы саяси сахнада әр мемлекет өзінің мәдени өресінің қаншалықты екендігін дәлелдейтін бір сондай сын сағат уақыт туып тұр деп есептеймін. Дәл осы уақытта біздің отандық режиссерларымыз бұл мақсатты толыққанды дұрыс түсініп, нақты әрекеттер жасау керек. Яғни әлем біздің киномызды танып қана қоймай, мойындауы керек. Осы жауапкершілікті көтеретін уақыт туды деп есептеймін. Гүлзат ханым, ал енді осы бүкіл әлемді дүр сілкіндірген қазақтың кино туындыларын айта аласыз ба? Бар ма сондай? Әлемді мойындатуға болады өнердің күшімен. Өйткені қазір өздеріңіз байқасаңыздар, бәсекелестік осы мәдениет өнердің деңгейінде жүру керек деп есептеймін. Өркениеттіліктің басты көрсеткіші осы өнерде, мәдениетте. Бұл әлеуметтің ішкі мәдениетінде. Мысалға, соғыстың өзі де қазір ашық жүрмейді ғой. Мәдениет арқылы
өнер арқылы, осы кино арқылы мысалға әлемдік сондай нәзік бір соғыстың тәсілдерін оның ішінен көруге болады, киноның ішінен. Сол өнер туындысы арқылы, соны мойындату арқылы, соған ғашық қылу арқылы сол елдің тілін соншалықты үйренуге мұқтаж етуге болады. Мысалға, нақты мысал ретінде Димашты келтіруге болады. Әлемде бәсекелестікке шыққанда осындай нағыз таланттарымыздың жолын ашу маңызды деп есептеймін. Өйткені олардың бойындағы өнердің күші, рухы, таланты, осылар біздің жауапкершілігімізді толыққанды көтеріп шыға алады. Димаш арқылы өздеріңіз білесіздер, әлем халықтары қазақ тіліне деген ерекше ықыласын білдіре бастады. Өнерге деген құштарлық, бұл сол ұлттың тіліне деген құштарлықты оятады деп есептеймін. Гүлзат ханым, егер қарсы болмасаңыз, тағы да бір қонағымыз бар, ортаға шақырсақ. Ендеше қарсы алыңыздар, Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасының қызметкері Шалқар Нұрғазы біздің студиямызға арнайы қонақта. Шалқар мырза, қош келдіңіз студиямызға. Бүгін сондай өзекті тақырып, мынау жаһандық мәдениеттегі Қазақстанның орны, Қазақстанның рөлі және Қазақстан жаһандық мәдениетте өзінің кино туындыларымен көріне алады ма? Қазіргі таңда мына қазақ киносы өте дамып келеді. Себебі жаңағы кино арқылы әлем бірін-бірі танып жатады және де бір-бірімен тығыз байланыста болады. Жалпы кино өнері ол өте мықты жаңағы құндылықтардың бірі. Гүлзат ханым, мынау анаға апарар жол дейміз. Соның қасында тағы да осындай біршама дүниелер келді. Оларды бір халықаралық деңгейдегі кино жүлделерге ұсынып та жатыр. Не дейсіз? Қазақфильм тарапынан қандай да бір қадамдар жасалып жатыр. Бұл мемлекеттің сөзсіз мүддесіне жұмыс жасайтын туындылар деп есептеймін. Байқауларға да қатысып жатыр. Мысалға, өздеріңіз білесіздер, Голливудқа да барып, қазақ киносының апталығын өткізіп жатыр. Бірақ біз бір нәрсе мойындауымыз керек. Егер мықты фильм болса бізде, ол сөзсіз әлем халықтарының назарын аударады. Оған жарнама жасаудың да қажеттілігі болмайды. Ол сөзсіз өздігінен бір ерекше үйлесіммен, табиғи жолмен өзінің көрерменін табады. Мысалға, әлемдік туындыларды біз білеміз ғой. Керемет Европаның фильмдерін. Мысалға, оны бізге әкеп насихаттап та жатқан жоқ қой. Қазір әлеуметтік желінің дамыған осындай жаһандық дәуірде мәдени қарым-қатынастар ашық жүріп жатыр ғой. Әлемнің есігінің бәрі бізге айқара ашық қой. Біз қай жердің кино туындысын көргіміз келеді, үйімізде отырып ақ, ол қол жетімді. Яғни осындай қол жетімді заманда режиссерларымыз осы ұлттық туындыларымызды танытуға қандай да бір нақты қадамдар жасамаса, бұл өнерге, жалпы қазақ киносына жасалған қиянат деп есептеймін. Қазір мәдениеттің, нағыз өркениеттіліктің сондай бір жауапты уақытында тұрмыз, сондай заманда тұрмыз. Яғни жаңаша қарым-қатынас деңгейі ғой бұл. Барлығы ашық. Барлық есік әлемге айқара ашық. Осы мүмкіндікті толық дұрыс пайдалану керек. Ал қазақ киносында осы уақытқа дейін бір Оскар алынбаса, халықаралық деңгейде, ол шартты байқау болғанмен де, ол да деңгей. Оскарға кез келген фильм өтпейді. Сонымен қатар қазақтың әдебиетінде осы күнге дейін бір Нобель сыйлығы алынбаса, демек, біз осы өзіміздің шеберлігіміз жайында, өзіміздің мәдениетіміз жайында, өзіміздің қабілет қарымыз жайында ойланатын уақыт келді деп есептеймін. Бірақ та сол Голливудтың бір қадір қасиеті, жаңа кино шығарған кезде, ол кино міндетті түрде дегеннен бастап 10-15 тілге аударылу керек. Яғни кино шықты, бір айдың ішінде ол кино 10 шақты тілдерге аударылып жатады. Бізде мүмкін бір осындай талап қажет шығар, қалай ойлайсыз? Оның бәрі жүйенің жолға қойылғандығы ғой. Олар іскерлердің бір сол топтасқан ортасы, нағыз шеберлердің. Бізде де сол жүйені жұмыс істететін уақыт келді деп есептеймін. Өйткені өзіміз түсіріп, өзіміз ғана қарап отыра бермеуіміз қажет. Біз өзіміздің кім екенімізді көрсетіп, кім екенімізді танытуымыз керек қой. Бізді білу керек қой. Біздің үнімізді есту керек қой, әлем халықтары. Біздің мәдениетімізді тану керек, өнерімізге қызығу керек, біздің өнерпаз таланттарымызға қызығушылығы арту керек. Сол арқылы біз қарым-қатынас жасаймыз. Мен мысалға қазіргі заманда өмір сүріп жатқаныма сондай қуанамын. Өйткені барлық
мүмкіндік қазір бар. Дәл бүгінгі заманда. Яғни қандай фильм түсіріп, қай мемлекетке барып танытам десең де, ол режиссерлардың өзінің қолында. Бұлар іскерлік қабілеті меңгеру керек. Бұлар нарықтың талаптарын меңгеру керек. Сол арқылы сол жүйені жолға қойып, жолдарын тауып, қандай да бір шешілмей тұрған түйіндері өздері жауапкершіліктерін өздері шешу керек. Ешқандай оның қиындығы жоқ. Иә, бюджеттен ақша бөлінеді мемлекеттен. Сонда міндетті түрде де оны жоспарға енгізу керек қой. Қай мемлекеттерде сен оны прокатқа айналдырасың. Яғни соған қарай бейімдеп, сол тілге аударуды ескеру керек. Онсыз бәрі бекер. Өте дұрыс айтасыз. Біз қазақ кино түсіргенде жалпы өзіміздің ұлттық құндылығымызды, өзіміздің ұлттық тәрбиемізді ең бірінші орынға қойған дұрыс деп есептеймін. Мынау соңғы қазақтың туындылары, мына қазақтың мәдениеті жайлы айтып жатырмыз ғой. Әрбір қазақтың киносы, әрине әрбір киноның өзінің жеке мақсаты бар. Ішінде бір психологиялық бола ма, тәрбиелік бола ма, басқа бола ма, бірақ дегенмен сыртқы факторлардан қарайтын болсақ, әрбір киноның мақсаты бұл қазақтың мәдениетін, қазақтың өнерін, бірінші қазақтың өз ішінде насихаттау, тарату, одан кейін шамасы жетіп жатса әлемге тарату. Осы тұрғыдан келген кезде, мынау қазақтың мәдениетін танытуға келген кезде өзіме қатты ұнағаны мынау Айшолпан деген қазақтың қызы, Баян-Өлгейде, мынау Монғолияда тұратын біздің қандас бауырымыз, сол Айшолпанның әкесі туралы, өзі туралы мынау шетелдік режиссерлар керемет туынды түсірген. Енді нағыз қазақтың мәдениетін, тарихын, дәстүрін, салтын көркем фильмде емес, ол документальды фильмде қандай керемет берген. Дәл соны өзімізді жасауға болушы ма еді, жоқ әлде оны міндетті түрде шетелден келіп түсіру керек пе? Жасауға болады. Әркім өзін жақсы көру керек, әр ұлт өзін сүю керек. Егер өзіңді сүймесең, сені қалай біреу сүйіспеншілігі артады саған сыртыңнан. Оның бәрі өнерде, мысалға өнер деген өте нәзік саясат қой. Яғни сен өзіңе ғашық етуің керек. Құштарлығын арттыруың керек. Ол саған мұқтаж бол керек, мәжбүр бол керек, сені тануға, сенімен қарым-қатынасқа түсуге. Сол сияқты осы саясатты өнердегілер дұрыс қолдану керек деп есептеймін. Мысалға, себептің бәрін сырттан іздемеу керек, адам өзіне іздеу керек. Сол үшін біздің киноларымыз мысалға жағымпаздыққа, сонымен қатар көп еліктеушілікке, бос уақыт шығындамау қажет режиссерларымыз. Ұлт ретінде өзінің құндылықтарын алдын қатарға шығару керек. Соны ерекше сүйіспеншілікпен көрсеткенде ғана басқалар сүйсініп қарайтын болады ғой фильмді. Осы құпияны, осы өнердің нәзік саясатын дұрыс түсіну керек олар. Жалпы қазақта айтады ғой, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деп. Сол айтпақшы, қазақта бұнда кішкене бір-біріне деген қолдау, сүйіспеншілік жетіспейтін сияқты. Бір-бірімізді қолдап, демеп, сөйтіп, біріміз көтерсек, киномызда, ұлттық құндылықтарымызда жақсы дамиды. Мынау өткен ғасырда Акира Куросава бастаған мынау Жапонның атақты режиссерлары болды. Жапон мәдениетін, Жапон кино өнерін әлемге паш етті. Сонда бір керемет киноларды түсірді. ақш-тың мынау кино өнерін зерттеп жүрген азаматтардың өзі сол арқылы бір 2-3 ғана режиссер арқылы бүкіл Жапонның мәдениетін, салтын, дәстүрін зерттеп тастады. Том-том кітаптар шығарылып тастады. Қалай қарайсың, бізде сол мүмкін ба? Жапонда кино түсіргенде олар өзінің самурай дейді, өзінің самурайлық стилімен және де өзінің сондай ұлттық құндылықтарын киноға қосу арқылы өзінің елін көрсетеді. Бізде де қазақ екенімізді дәлелдейтін кинолар баршылық. Оған тек ынта, еңбек керек. Өзіңді өзің сүю керексің, сол кезде ғана сен басқаға өзіңді мойындата аласың. Режиссерларымыз қазір бір екіге бөлініп қалған сияқты әсер сыйлайды маған. Өйткені бұрыннан қазақ фильмде жұмыс жасап келе жатқан зиялы қауым өкілдері нарыққа көбісі бейімделе алмай қалды. Олар өнердің тілін, табиғатын жақсы түсінеді, бірақ өнер арқылы ақша жасау, әлемдік қарым-қатынасқа түсу, оны сатылымға шығару идеяңды, осы арқылы өзіңді таныту, мойындату деген мәселелерді кішкене соны жүйелей алмай қалған сияқты. Керісінше біздің ортамыздан суырылып шығып, киноға ешбір қатысы жоқ Қоянбаев, Адамбаев, Ұзабаев деген бір сондай батыл қадам жасайтын нарыққа жігіттер келді. Мен олардың фильм деңгейінің сапасына қарамастан, олардың осы нақты іс-әрекеттерін бағалаймын. Өйткені шын мәнінде де олар осы режиссерларымыздың кәсіби көтеретін жауапкершілігін көтеріп жатыр.
мейлі қандай сын айтылса да фильмдеріне, нақты дәл бүгінгі заманда, бүгінгі уақытта көрермендердің рухани сұранысын өтеуге нақты өнім ұсынып отырған, нақты фильм ұсынып отырған, прокатты толтырып отырған осы жігіттердің фильмдері. Яғни өз өнеріңді капиталға айландыруың керек. Әрине, осы ынта болса, оларда біз алмайтын асу жоқ деп есептеймін. Жалпы қазір мен айтатын болсам, Ермек Тұрсыновтың «Шал» деген фильмі өте жақсы фильм ретінде әсер қалдырды. Тағы да Құнанбай, Біржан Сал деген кинолар жақсы. Мысалға, өнердің ішінде, осы өнерді саясат ретінде, өнердің саясаткері ретінде мен Ермек Тұрсыновты ерекше бағалаймын. Ермек Тұрсыновтың туындыларынан ерекше үміт күтемін. Өйткені оның ішінде шын мәнде жаңа айтып отырған өнердің нәзік саясаттары өте керемет шеберлікпен қолданылады. Мүмкін Оскарда келешекте әперсе осы Ермек Тұрсынов сияқты өнердің мықты саясаткерлер алып беру керек деп есептеймін. Өйткені Оскардың өзі де, оған ұсынылатын фильмдерде, оның идеяларда нақты мемлекеттердің саясатына жұмыс істейді. Бұл идеялардың соғысы. Гүлзат ханым, Шалқар мырза, сіздерге көп-көп рахмет. Студиямызға келіп, алтын уақыттарыңызды бөліп, қазақтың өнері жайлы біршама сыр шерттік. Сіздерге рахмет. Ал, қымбатты көрермендер, сіздер бізбен бірге болыңыздар, алыстамаңыздар. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермен, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарақыстақ ауылында айтыс өнерінің пірі ақын Сүйінбай Аронұлының кесенесімен қоса, шығармашылығы мен ғибратты ғұмырынан сыр шертетін ғажайып мұражай барын бәрімізде жақсы білеміз. Фейсбуктегі біздің парақшамызда Алматы облысынан Ботагөз атты көрерменіміз Сүйінбай Аронұлының әдеби ескерткіш орталығы жайлы былай дейді. Қазіргі таңда өзіндік тарихы бар ақынның кесенесі мен әдеби мұражай халық үшін ғасырлар қойнауындағы Сүйінбай Аронұлының өмірінен сыр шертетін асыл мұралар мекеніне айналған. Оның қорында 775 жәдігер бар. Мұражайға келушілер бұл жерде Сүйінбай атамыздың ата тегі, балалық шағы, ақын болып қалыптасуы, өмір сүрген ортасы және ақынның ұрпақтары жайлы толық мағлұмат алады. Мұражайдағы құнды жәдігерлер аты аңызға айналған Сүйінбай бабамыздың сөзден жеңіліс тауып көрмеген асқан шешен, сөз өнерін жетік меңгерген айтыс өнерінің дүлдүлі болғандығын айғақтайды. Иә, Сүйінбай ең алдымен айтыстың асқан шебері, ешкімге жүлде бермеген ерен ақын. Ақынның халық мұңын мұңдап, үстем тап өкілдерінің әділетсіздігін әшкерелеп отырған батыл да әділ сыншы екендігін ескере отырып, Мұхтар Әуезов Сүйінбайға 19 ғасырдағы жетісу ақындарының алтын діңгегі деп баға берген. Сол алтын діңгектің өрбіп өскен Сүйінбайдың шәкірті Жамбыл Жабаев, менің пірім Сүйінбай, сөз сөйлемен Сүйінбай деп айтыста сөз бастаған екен. Сонымен біздің шығармашылық топ қазақтың киелі жерлері жайлы сіздердің ойларыңызды Фейсбуктегі парақшамызда асыға күтетін болады. Осы орайда біздің әріптестеріміз Жетісу өңіріндегі киелі орындардың үздік бестігін анықтаған екен. Экранға назар аударайық. Жетісу өңірінің киелі орындары. Таңбалытас шатқалы, ол Іле өзенінің оң жағасында Қапшағай су қоймасынан солтүстік батысында орналасқан. Шатқалда көлемі 60 метрге дейін жететін жартасты мүйістер бар. Жартастардан Будда, Бодхисаттв бейнелері мен түрлі стильде жазылған Тибет жазуларын тамашалауға болады. Бұл ғажайып ескерткішті алғаш рет 19 ғасырда көрнекті ғалым Шоқан Уәлиханов қағазға түсірген. Таңбалытас шатқалы бүгінгі таңда мемлекеттің қорғауына алынған. Есік обасы 1970 жылдары Кемел Ақышев бастаған Жетісу археологиялық экспедициясы Есік қаласының маңынан сақ дәуіріне тән обаларға зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Бұл көне ескерткіш әлемдік маңызы бар. Алтын адамның табылуына байланысты археология ғылымында Есік обасы деген атпен тарихқа енді. Есік обасынан табылған сақ ханзадасы 4000 алтын әшекей тағылған киіммен, түрлі таңбалы жазулармен безендірілген. Ыдыстармен қоса қару жарағымен жерленген. Есік обасы Қазақстанның киелі жерлерінің тізіміне енген.
Хан Тәңірі шыңы бүгінде Хан Тәңірі Қантау немесе Құдайлар мекені деп аталатын тұман мен мұз құрсанған қарлы шыңдарды көргісі келетін шетелдік альпинистер бұл жерге жыл сайын келеді. Қазақ жерінің ең биік нүктесі туралы мәліметтерді бұдан 1200 жыл бұрынғы Қытай жылнамаларынан кездестіруге болады. Алайда Хан Тәңірі шыңын 19 ғасырдың ортасында белгілі саяхатшы Петр Семенов Тянь-Шаньский алғаш ғылыми тұрғыда қағазға түсірген. Шарын шатқалы ол Қазақстанның туристер ең көп баратын көрнекті жерлерінің бірі болып табылады. Халық бұл жерді қорғанды Қамалдар аңғары деп атайды. Ғалымдар жаңбыр мен желден пайда болған табиғат кереметі осыдан 30 миллион жыл бұрын пайда болған дейді. Шарын шатқалында шетен ағаштары өседі. Мұндай табиғат ғажабы әлемде екі жерде, Қазақстан мен Солтүстік Америкада ғана сақталған. Бесата кесенелер кешені Жетісу өңірінің киелі жерлері бойынша 15 туристік бағыт айқындалған. Солардың бірі Бесата деп аталады. Бұл бағыт бойынша адамдар Ескелді би, Айту би, Балпық би, Жолбарыс батыр мен Қарымбай кесенелерін аралап қайтады. Бұл жерде жоңғар шапқыншылығы кезінде қорған болып, ел жұртын бірлікке шақырған бабаларымыздың рухына тағзым етіп, ел тарихымен таныстыру дәстүрге айналған. Бүгінгі Жетісу ақындық мектебінің белді өкілі, айтыс өнерінің пірі Сүйінбай Аронұлының шығармашылығы жайлы сұхбатымызға Халықаралық экология академиясының академигі, Қазақстан Республикасы журналистер одағы сыйлығының лауреаты, белгілі қаламгер Қонаев атындағы университеттің профессоры Нағашыбек Қапалбекұлын шақырып отырмыз. Аға, қош келдің студиямызға. Рахмет. Бүгін мынау Жетісу жыр мектебінің алыбы, бастаушысы, қазығын қағушы, мынау Сүйінбай атамыз жайлы арнайы сұхбатқа өзіңізді шақырып отырмыз. Мынау қазақтың мынау қайсарлығымен де, батырлығымен де, даналығымен де, мынау өнегелігімен де көзге түскен мынау жыр алыптарының бірі ғой енді. Сүйінбай атамыз жайлы сөйлесек. Енді Сүйінбайды Мұхтар Әуезов Жетісу ғана емес, бүкіл қазақ айтыс өнерінің алтын діңгегі деп атап кеткен. Мына Сапарғали Бегалинді айтуға болады. Мысалы, бұл кісі Жамбылдың өмірі мен шығармашылығы жөнінде арнайы зерттеуге барып, Жамбылдың өмірін жазып алып келген ғой. Сонда Сүйінбайдың творчествосы, Сүйінбайдың кім екенін шыққан тегі өте керемет беріледі. Сүйінбай жас кезінде, бала кезінде ұйықтап қапты қой, қозы бағып жүріп. Сөйт үстінде бір ақсақал кіріп, қария үлкен ақ киімді ақсақал кеп, өлең аласың ба, көген аласың ба деп, сонда орнынан атып тұрып, өлең деп жүгіріп кетті. Содан бастап құлашын оңға сілтесі айтыс, соңға сілтесі жыр, дастан, осы бір естіген қисса дастандарын, айтыстарын, ескі ғибратты өлеңдерді, ғақлиялық жырларды айта береді екен. Мына адамның жады дейді ғой, зердесі өте қабілетті болған. Бұл кісі бүкіл шығыстың түркі әлеміндегі барлық дерлік жыр қиссаларды, дастандарды жатқа айтқан. Сүйінбай атамыздың өзі де жыр шығарған ғой былайша айтқанда. Әрине, бұл кісі мына батырлық жырларына, мысалы Жабай батыр, Қарасай батыр, Өтеген батыр, Сұраншы батыр, Саурық батыр, осылардың әрқайсысына батырлық жаңағы дастандар шығарған. Бұл кісінің өлеңдері сом алтындай сом-сом ірі дүниелер ғой. Сәкен Сейфуллин айтқан екен, Сүйінбайдың бір өлеңі мына біздің бір поэмадан артық деп. Бұл кісінің шоқтығы биік, үлкен қазақ өнерінің, қазақ айтысының шыңы, жауһары, бұл Сүйінбаймен қатағанның айтысы. Мұндай айтыс бұрынғы соңды болған жоқ. Бұл ғажап айтыс. Мына біздің елде баяғыда екінің бірі егіздің сыңары, соны жатқа айта беретін. Бұл айтыстай айтыс жоқ. Бұл айтыс арқылы Сүйінбайдың шежіреш екені, тарих екені, мына елдің бірлігін сақтаған саясаткер мәмілегер екені барлығы ашық көрініп тұр. 2 жыл бұрын қатағанды дайындаған екен. Осындай қазақтың үлкен асы болады, қазақ-қырғыздың үлкен қырғызда. Сонда сен қырғыздың атынан шығып, соларды бір омақасында құлатасың. Қайта тұрмастай жасасың. Сөзге тоқтаған ғой. Соны естіп, тезектері осыларды дайындап алып барып. Сонда Сүйінбай жарлау адам екен. Сонда жаңағы сұраншы, мына
Сүйінбайдың қалыптасуына Сұраншы батыр көп көмектескен. Сонда айтыс басталған кезде анау кім шымылдықтың ішінде екі қыз екі жағында шығып желбіретіп қымызға бөктіртіп күтіп отыр екен дейді. Қаршығадай жігіт екен, атып шығып төпеген ғой. Сонда жаңағы Сүйінбайға кезек дегенде Сүйінбай өлең айтамай домбырасы бебеуге қалды, өзі айтайын десе айтамайды. Мына тамағы бұршақтанып түсіп кетті дейді. Ау дейді, дауыс шықпайды ау дейді. Сол кезде ар жағында бөлтірік тобылғы жонып отырыпты бүйтіп. Сол тобылғымен арқасына періп жіберіпті, салып жіберіп. Содан бастап жағы Сүйінбай ағылып, жағы бұршақ болып кеткен, жазылып, сел терілеп, жағы қатағанды жеңген ғой. Елге келіп, атағдан аспандап кеткеннен кейін, 1-2 жылдан кейін қатаған қайтыс болады. Сүйінбайға хабар келмейді. Сол асын ұзын жылықтан естіп жүріп, асқа барады ғой. Сонда боз биесін жетектеп барып, жағы бір түн жағы бүкіл елді егілтіп, жылатып, жоқтап, қатағанымай, анау Ыстықкөлдің арғы бетінен айтса, жыры бергі бетінен естілетін, Алатаудың ар жағынан айтқан жырың бергі бетке бізге естілетін, қайран зұлпы қарымай, қайран алмас қылышымай, қайран дүниеде өткен дүлдүлімай, бұлбұлымай деп тұрып, елді жылатып, жоқтап айтыпты. Соны мына арнайы міне боз бие алып келдім деп сол жерде сойып, соны таратып, сөйтіп жаңағы барысына барып Құран оқып, асында сөйткен екен дейді. Міне ұлыны ұлы таниды, тұлпарды тұлпар таниды, сұңқарды сұңқар таниды деген. Екінші бір Сүйінбайдың қырсығын кескен, мына ақындық жолын ашқан деген сөз ғой. Бұл тезектері. Тезектері өте көзқарасы, ағартушылық, прогрессті көзқарасты болған азамат. Және өзі керемет ақын болған. Өзі де. Ірі ақын болған, жай ақын емес. Сонда жағы Сүйінбай тепсініп барып, есігіне рұқсатсыз кіріп, жаңағыдай анандай ірі сен хан емессің, қасқырсың, сен шаянсың, сен жылансың, сен осындайсың деп жағы сөздерін айтуы, әйелін жамандауы, қыздарын жамандауы, сондай ірі сөздер айтуы, басқа біреу болса оның басын шауы болады ғой. Ол артында батырларға сүйеніп тұр, сұраншы саурықтар. Соған айбынданып, анау барып айтқанда сөзге тоқтап, сен менің сұрқылтайым екесің, менің енді ақыным екесің деген сөз ғой. Сен екен деп, жағы ат шапанын беріп, содан бастап дәріптеп, әспеттеп, қасына ертіп, қай жерде жүрсе де, сөйтіп жағы бүкіл қазақ қырғыздың айтысын апаруда, басқа жаққа да апаруда, сөйтіп қырсығын ашқан екен дейді. Тезектері. Тезектері қайтыс болған кезде, осы жақтан бүкіл ел жұртын жинап, Жамбыл бастаған ақын жыршыларын жинап барып, сол жақта аза тұтып барған, бір үйір жылқысын салып алдына аза тұтып барған адамның бірі, біздің елдің хан едің, патшасы едің, осы шөп өтсе де тезектейтін, ел өссе де тезектейтін, елімізді кеңейттің, жерімізді кеңейттің. Мына қырғызбен де, қазақпен, орыспен де жақсы болдың. Соның арқасында осындай дәрежеге жеттік деп, бүкіл елді жоқтау айтып, қайтыс болғанда барып өлең айтқан осы Сүйінбай бабамыз. Ой, қандай керемет. Қандай жаңағы ірі адам, ірі ұлы адам ұлы болып қалады. Мен енді жадының мықтылығына таң қаламын. Мына 300-ді түгел таратады ғой. 300 түгел таратады. Сонда бір жаңылмайды. Мына қырғызбен екі ірі айтысы бар. Екінші Арыстанбекпен айтысы. Сүйінбай атамыз енді мынау шоқтығы биік қазақтың жер алыптарының бірі ғой. Оның үстіне Жамбыл атамыздың ұстазы, және тек қана Жамбыл атамыздың ғана ұстазы емес, жаңа өзіңіз өте күшті айтып кеттіңіз. Түгел қазақтың елдігін, бірлігін жырлаған азаматтардың бірі. Оның үстіне Сүйінбай атамыз тек қана жыршы, ақын ғана емес, Сұраншы Саурықтың әскерінің қатарында талай жорықтарға қатысқан азаматтардың бірі. Бітімгер, саясаткер, дипломатиялық қарым-қатынастарда ерекше жандай рөл ойнаған азаматтардың бірі. Оны барлығымыз білеміз. Бұл кісі әрі батыр, әрі ел билеген. Бұл кісі старшын атағын алған, кейін би болған, ел арасында билік жүргізген, дауларды шешкен. Мынау қырғыз қазақ арасындағы, рулар арасындағы, ел арасындағы дауларды қара сөзбен, шешендік сөзбен, көсемдік сөзбен, немесе өлеңмен бітістіріп отырған. Жалпы Сүйінбай дейміз, Сүйінбай тану дейміз. Ондай үлкен айтыскер, тастаншыл, сатираның нағыз уытты семсері дейміз. Жағы өсиетнама, нақыл сөздер, ғибраттық өлеңдері бір бөлек
осының айтыстары бір бөлек. Жалпы осы Сүйінбай жөнінде бір келелі теориялық жағынан бір үлкен еңбек зерттеу кезек күттірмейтін мәселе деп ойлаймын. Әлде де. Өте жақсы. Біз сізге әрқашан шығармашылық табыстар тілейміз. Мынау бастап жүрген жанды үлкен істіңіз әрқашан нәтижелі болсын. Ал қымбатты көрермендер, біздің бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Әрқашан рухымыз биік, санамыз ашық болсын.